Ассаляму алейкум, Юахрам телеканалында хаберлер жанлы яйында. Студияда Филиде Сейдеметова чалыша. Бүгін мен сізлерні бойле хабернен таныш етейім. Қара денизде Рус флоту артмасы ақында НАТО білдірмесі. Знаємо, що Путін збирається ще збільшити свій флот на 40 кораблів різного класу. Люблін учліги кімлер війні чун хабул етті. Зокрема, будемо протидіяти спільно російській дезінформації. Русьні християнлыққа дондыру в күні ішғал етілген Қырымда. Один Владимир Рус крестил, другой вернул ей колыбель крещения. НАТО ile береберлікте кечірілген талимлер Украина арби дениз құветлеріне қара дениз бөлгесінде вазиетнің әр-анге кетішатына азыр олмаға ярдым етіжек. Чөнки тамам бұл бөлгеде Русия өз арби болуныны артыра. Бұл ақта июльнің 21-ден 26-сына же Украина ве қара дениз олып кечкен Сибрис адлы халқара арби телімлерден сон НАТО қара құветлері команданы адмирал Джанет Моранг Юахрымға эксклюзив интервью вақытында айтып берді. Путин флотыны чешет классларға айт олғанда 40 геменен донатмаға істей. Бойлелікнен олар бұл бөлгеде өз құветлеріні арттырмаға тырыша. НАТОда қара деңіз бөлгесінде вазиетні да диққатлы низарет етежек. Регионда стабиллікні сақламақ үшін Русиямен диалогымызны девам етеміз. Украина тышышлерін әзерлігі Дмитро Кулеба, Украина, Полония, Литвания іштирагенен Люблин учлігі яны форматының мейданынға кетірілуі ақында білдірді. Бұна айт беянаме үйілінің 28-інде Полонияның Люблин шерінде қабул етілді. Украина, Полония, Литвания, Қырымның Русия тарафындан қанунсыз ұжғалыны танымағанларыны векелечекте ич бір вақыт танымажақлар илян еттілер. Олар Русияны Украинаның вақтынжа ишғал етілген топрақларындан шу жүмледен Донецк ве Луганск вилаятлерінің айры бөлгелерінден ордумаларыны чықармаға дәвет еттілер. Дмитро Кулебаның айтқанына көре, яны формат меркези Авропаның құветлешіне ве Украина ве Авропа-Атлантик құранатмасыны там азасы. Олмасы үшін мұйым бір механизм олacak. Ми сьогодні дуже конкретно домовилися із міністром Чепутовичем і з міністром Лінкевичусом про те, що ми наповнимо Люблінський трикутник змістом, конкретними проєктами. Зокрема, будемо протидіяти спільно російській дезінформації, а наші партнери будуть підтримувати нас в європейській, в євроатлантичній інтеграції. Украинада Филимен келчісі Юганес Демол Русия халқара ұқықны бозғанче ве Минск анлашылмаларының еріне кетірмегенже Русия Федерациясы санкциялар ярдымынен басқыны девап ентіжек деп білдірді. Бұл ақта елші Қырым Мұхтар Жұмхуриетінден Украина президентінің даими темсілчесі Антон Кореневич Илья Курышев вақтында білдірді. Деп хабер ете Филимен елшілігі өз Facebook сайфесінде. Курышевде дипломатлар Қырым тамыр халқының, Қырым татарларының вазиетіні арымадаки инсан ақларының бозуларының санкцияларını танымама сиясыны дин сербестлігіні музакире еттілер. Филимен Қырымның ишғалыны танымай, ве бұны қалқара ұқықны бозылығы кибисая. Русия қалқара ұқықны бозған ве Минск анлашылмаларының еріне кетірмеген біз Русия Федерациясының санкцияларını ярдымынен сықыштырмаға девам етежеміз. Ұқық құройджы фондынымызның ярдымынен адлиежелерге, жемаат файлерге ве саяси мабуслерінің құрантларына дестек білдіреміз, деп yazıла білдірмеде. Ишғал етілген Қырымда 23 яны коронавирус хастасы қайдетілді. Бір адам өлді. Тәфсилатлыжа ишғалжылер білдірмей. Пандемия девамында ярымадада коронавирустан 15
кіші олды. Хасталарының сайысы 1139 олды. Ишғал етілген ақиярда есе уч яны хаста қайдетілді. Анда хасталарының сайысы 339, 6 кіші иляк олды. Сонки бір күн içinde Украинада 919 яны COVID-19 хастасы қайдетілді. 13 хаста өлді. Бұ ақта Украина сақлық сақлав назиры Максим Степанов хабер етті. Ең чоқ хаста Львив, Ивано-Франкивск, Ривны вилаятлерінден Киев шерінде. Пандемия башлағандан берлі Украинада эпысы олып 66.500 қаста қайдетілді. Максим Степановның білдіргеніне көре, августның бірінде бала лагерлері чалышып башлайжақ, амма вилаятларының эпысыне дегел. У нас в зеленій і жовтій зоні, тобто коли регіон перебуває, дозволена робота буде починаючи з 1 серпня дитячих таборів, а регіони, які перебувають в помаранчевій і в червоній, там буде відповідно заборонена і прийом, і робота відповідних дитячих таборів. Табанда гірлі су фақымы ве су астында қалған одалар. Бұ Бақчысарай соқақларынан бірінің сакинлері үшін күчлі яғмұрнен ақыбетлері. Видеоның içtimai ақларда ерлі сакинлер яйынлады. Бұның себебі 2 ел евелсі башлаған ел тамырыдыр. О вақыт бошатма канализация құрылмады. Адамларының айтқанына көре мемуриет ев сакинлерінің хитап мұраджатларына бір түрлі жауап бермей. Вот это вот мы так плывем. Куда плывем, сами не знаем. Кто нам поможет и что нам делать. И вот это наша кухня. Приплыли. Спасибо, сделали нам дорогу. Вся вода теперь наша, весь 6-й микрорайон. Кілсеге келгенлерінің эпысы маскасыз. Ишғал етілген ақиярда ишғалжелер Русияның христианлыққа дендіру күнінің қайдеттілер. Херсоннестеке Русия кілсесе 2 айын ве 2 юруш кечірді. Анда «Ночные волки» клубының байгері хирург Александр Залдастанов бұлынды. О журналистлерге Русияның христианлыққа дендіру ақында ось версияны айтып берді. Соединены 5 империй и Херсонес. И возвращение Херсонеса в Россию — это очень знаковая история. Вот. Знаете, один Владимир Русь крестил, другой вернул ей колыбель крещения. Россия без Херсонеса не была Россией. Киевде Русияның христианлыққа дендіру елығы юришсіз олып кечті. Бұның себебі коронавирус олды. Владимир Киназының абидесі янында тантаналы айын иселя ғу етілді. Тавсилетлы жәнев бетті келейв қамызда. Русьны христианлыққа дондыру еллығының қайды тілмесіні Украина ортодокс кілсесінің баш папазы митрополит Епифаний Михайлевской кілсесінде тантаналы литургиядан башлады. Соңра исе Володимир байырчығында бір дуа оқылды. Оныңмен бераберлікте дабырқач он руханилер. Бүгін Володимир киназының абидесіне де 100-ге қадар инсан келді. Це свято символічне, свято дуже світле і радісне. Тому що ми об'єднуємося, всі, а ще й церкви об'єдналися. Наталья Кумарныцка мерасимге ақайынен келді. О папас ортодокс кілсесін папазынен берабер қызмет етті. Ми кожного року приїжджаємо, вшановуємо це свято. Це дійсно величне свято Володимира.
Карантин шарайтынды кілседе айынлерге онлайн шекілді қошылмаға теклиф етелер. Кечкен сенелері бұл күні Киевде дини акциялар тешкіл етіледі. О бір елі бойлы акцияға 15 000 адам қошылған еді. Бұл сене сыйсе коронавирус пандемиясы себебінден бұл акция лягу етілді. Кожного року традиційно на це свято збиралося в Київ десятки тисяч з регіонів України, які разом приходили, щоб прославити Бога і прославити пам'ять святого рівноапостольного великого князя Володимира. Але в цьому році, не дивлячись навіть на обмеження карантинні, ми все ж таки не проводили такого велелюдного хресного ходу. Украинада Русьны христианлыққа дондыру йыллығы әнді 12 йылдан берлі девлет севесінде қайдетілмекте. Бойлы ананенің темеліні учинчи Украина президенті Виктор Ющенко қойды. Хаберлер Юақырым. Бұнен мен сақлықлашам, Facebook сайфемізге қошылыныз, евде қалыныз, веб-бізіле олыныз. Көрішкенже.